Бұл лайфхак жігіттерге арналады. Мен қазір ініммен кетіп бара жатырмын. Інім үйленбеген. Мен айтам да, ұлан үйленетін кезде қыздың шыққан тегіне, ата-анасына қара, біріншіден, екіншіден тәрбиесіне қара, үшіншіден егерде ол сенімен бет жұлысып дегенге мә деп тұрса, ол ешқашан сіздің ата-анаңызды сыйламайтын болады. Ол тәрбиеге байланысты. Және де қыз деген білімді болу керек. Не үшін? Өйткені ол болашақ ана, дүниеге келген сәбилерін міндетті түрде анасы тәрбиелейді. Қаншалықты әкесі ақылды болса да, азынан кешке дейін жанында отырған анасынан ол тәрбие алады. Қыз деген салақ болмау керек. Оның тырнағына қараңыздар, өзіне деген күтіміне қараңыздар. Жан жағындағы адамдармен қалай сөйлеседі, соған қараңыздар. Өйткені көптеген нәрсе біздің негізі болашағымыз, біздің мемлекетіміз осы тәрбиелеп жатқан аналарға байланысты. Сол себепті жігіттер үйленер алдында міндетті түрде тегіне қараңыздар. Понял, да? Понял?